Енді сізге қазір бір татар тілі оқытушысының Солнце мектебі директоры Павел Шмаковқа yazған хатын оқимын. Мен аны интернеттен алдым. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Мне хочется узнать, как в вашей школе обстановка насчет татарского языка. Я 33 года работаю в школе, и такого издевательства, наверное, уже не выдержу. В деревнях, в детских садах обязывают 3 дня из 5 неделю говорить с детьми только на русском языке. Татарским воспитателям с татарскими детьми в татарском селе и садике. Как итог, от маленьких детей в татарском селе не слышно татарские речи, говорят только на русском. В этом письме ключевое предложение, я уже не знаю, к кому обратиться. Будь жанавазы. Әлігі оқытушы бір кімнен бір нендеде ярдам кетмей, өзі кебек гади бір оқытушыға зарыңына түге. Чөнки 2 ел элек һәм хәзердә мәктәп директорларынан фақат Павел Шмаков кына татар телен яклап сүз әйтә алды. Мин аңлыйм, Казанда ишкан бір мәгълүм төркем мәктәпләрдән татар телен бөтенләй куып чыгару турында хыяллана. Мәскәүгә даими шикаятлар яза, анда аларга кулак салалар. Ә безгә зарланып утырдан ни файда? Мәскәү үзе әйтмеши, күз яшьләренә ышанмый. Bir atmalık Россия Федерация Президенті Владимир Путиннің Конституцияға түзетмелер кіртуінше іші түркім білән ұшырашу вақытында Беспалько деген біреу Гамалдағы Конституцияның 68-ші маддәсіне түзетме кіртірге тәқдим етті. Хәтеріңіздәдір, анда республикалардың өз дәулеттілерін Гамалға қоюға құқығы турында сөз бара. Хаман шул наряду деген сөз ішләрін пұшыра. Янәсе қайбір республикаларда, мұнда енді біздің республиканың күзеттілері яшырын батырын түгел, аны параллельно деп түгел, вместо деп аңлайлар екен, янәсе. Үз тілдерін кішілері кішілеп тағарға ұмтылалар екен. Анда ұшырашу материалары бар, оқырсыз. Балабызға атнасына 2 дәріс болса да туған тілін оқытсағыз иде деп ғариза yazып, шул міскінлікке риза бәхил болып, нешік башқаларға тіліні тағып болсын. Ләкин шынбарлық бұл ұшырақта аларына қызық сындырмай.